Ал Шымкентте жалақы алмадық деген құрылысшылар бас көтерді. Көп қабатты үйдің құрылысында жүрген 40 шақты жұмысшы соңғы 3-4 айда айлықтың мүлде төленбегенін, оған қоса жалақы есебінен тамақтанып берген асхананың жабылғандығын айтады. Мұндай жағдайда жұмыс істей алмаймыз деген олар құрылысты тастап көшеге шыққан. Мұнда квартираның бөлмелері біткен. Осының ақшаларын алуымыз керекпіз. Шымкенттегі көп қабатты үйдің құрылысшылары жалақы көрмегелі 4 айдың жүзі болды деп отыр. Құрылыс басшылығы осы жұмада төленеді деген уәдесін қайталаумен келеді дейді олар. Мұндай жағдайға төзбейміз деп көшеге шыққандар жалақы көрмеген 200 адамның барын айтады. Бүгін тамақты да тоқтатып тастады. Ал, бұл жерде олардың мақсаты бұлар кетуіміз керек, біз тастап кетуіміз керек болды. Пятницаға дейін береміз деп айтады енді. Бірақ енді осынша пятница күттік қой, 4 ай деген сұмдық қой. Бала шағамыз 4 айдан бері не жеп, не ішіп өтіп, оны ешкім ойлап отқан жоқ. Ал құрылыс жүріп жатқан нысанға жолау мүмкін емес. Қақпалдына қойылған күзетші басшылық жоқ деп шығарып салды. Мен сол жерге шығарып беремін. Алайда жалақы берешек компания жұмысшылардың 3-4 ай дегенімен келіспейтінін, бар жоғы 2 айға ғана кешігу барын айтады. Себебін Қазгеосинтетика жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өздерін сотқа беруімен байланыстырады. Айтуларынша есеп айырысу дауы біткенше деп сот барлық есеп шоттарын жауып тастаған. 1,5 айға созылған жанжал бұйырса бітуге жақын. Жұмысшылар аз уақыт шыдай тұрсын дейді. Бүкіл қаражат дайын, тем более айлық кешілердің ақшалары дайын тұр. Сондықтан қазір мына счеттер ашылатын болса, ол жұмысшылардың айлығы кетмейді. Жалақыдан бөлек жұмысшылар асханадан айлық есебінен жаздырып тамақтануда тоқтат деп шағым айтқан болатын. Алайда шу көтергеннен кейін ол мәселе оң шешімін тапты дейді олар. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Оңтүстік Қазақстан облысы.